сағынышсыз сазы деген ән, және бұған қазір бейне сабақ. Сізге осы бейне сабақ арқылы мен үйретемін қалай тартуды және қалай айтуды, және де қандай аккордтар қысуды. Ең бірінші бойдан бастайық. Бой орыстарда шестерка заглушка деп аталады. Мынандай ең бірінші бой айта кетейін, сұқ саусақпен және бас бармақпен. Сұқ саусақпен төмен, одан кейін жоғары, одан кейін заглушка. Қайталайық. Яғни сұқ саусақпен төмен, сұқ саусақпен жоғары, заглушка қалай болады? Мынау сұқ саусақ төмен жайлап тұрсаңыздар, бас бармақ қысып болыңыз. Қараңыздар. Бірақ мынаны қысқан кезде мынау симметрия тұрғаншы. Мынандай. Осы заглушка ойнағаннан кейін бас бармақпен жоғары көтересіз. Сонда қанша қозғалыс болады? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл бірінші бөлім. Енді екінші бөлімде бір мен екінші бөлімнің арасында пауза болу керек. Қараңыздар. Егер пауза болмаса былай істейді. Сол үшін арасында пауза болу керек. Бірінші бөлім қайтадан қайталайық. Төмен, жоғары, жоғары. Екінші бөлім жоғары көтереміз. Сұқ саусақпен де көтеруге болады, бас бармақпен де көтеруге болады. Өзіңіз білесіз. Сұқ саусақпен көтереміз. Заглушка туры сондай, және жоғары. Қайталаймыз. Сұқ саусақпен жоғары, заглушка жоғары. Енді екі бөлімді қосайық. Тағы бір. Бұны үйреніп алғаннан кейін енді аккордтар өшеді. Қандай аккордтар бар бұл жерде? Ең бірінші аккорд Е кездеседі. Ол қалай қойылады? Былай да қойсаңыздар болады, былай да қойсаңыздар болады. Мен былай қоюды айта кетейін. Бірінші саусақ, екінші бесінші струна, екінші саусақ, төртінші струна, екінші бұл Е деген. Одан кейін кездесетін аккорд С. Бірінші саусақ, бірінші екінші струна, екінші саусақ, екінші төртінші струна, үшінші саусақ, үшінші бесінші струна. С-дан кейін H7 деген аккорд кездеседі. Бірінші саусақ, бірінші төртінші струна, екінші саусақ, екінші бесінші струна, үшінші саусақ, екінші үшінші струна, және мынау үшмек төртінші саусақ, бірінші струна, екінші струна. D7 деген аккорд кездеседі. Бірінші лад екінші струна, екінші саусақ, екінші үшінші струна, үшінші саусақ, екінші бірінші струна. Ары қарай бұл жерде кездесетін аккорд D. Бірінші саусақ. Бұлай да қоюға болады, бұлай да қоюға болады. Мен бұлай да көрсетейін. Бірінші саусақ, екінші үшінші струна, екінші саусақ, екінші бірінші струна, және үшінші саусақ, екінші үшінші екінші струна. Ары қарай G деген аккорд кездеседі. Бірінші саусақ, екінші латтан бастайды, екінші бесінші струна, екінші саусақ, үшінші алтыншы струна, және үшінші саусақ, үшінші бірінші струна. Енді барлығы Е деген аккорд кездеседі. С, H7, D7, D деген аккорд, G деген аккорд. Барлығы аккордтар айта кеттім. Енді бұл жерде сіздер астында Microsoft Word программамен жазылған әнді көресіздер. Бұл жерде толығымен түсіндірілген. Мысалы, бірінші куплетті айта кетейін, Е деген аккорд қойған кезде бір бойлы сериясы. Сағым сазым, екінші бой. Сенің, одан кейін С деген аккорд қойасыздар. Ғашықтарым, екінші рет. Менің, H7 деген бой. Амандасым, екінші бой.
айыр деген аккорд қоясыздар. Яғни мен айта кетейін, бұл жерде бәрі бір бойдан ойналады және тура солай жазылған. Мысалы айыр деген аккордты төбесінде айыр деген аккорд жазылып тұр, бірақ сіздер бір бойға сыйдыру керексіз осының сөздерін. Қысылып жаным Д деген аккорд қойсыздар. Жүрегім күйіп Ж деген аккорд. Шыдамызбын жаным сенің С өзгеге күйіп аяқ қарашы маған Д көрінде көзім Ж жасымды күйіп Е жасымды күйіп. Енді ары өздеріңіз көре жатарсыздар. Үстінде аккорд тұрса, астында сөздер тұрады, бәрі толығымен жазылған. Және мен ойлаймын, не болса да мен сіздерге тырысқанша, қолымнан келгенше түсіндірдім. Енді үйреніңіздер, айтыңыздар.